Қайырлы күн, құрметті замандастар, экранның ар жағында отырған. Мен сіздерге кезекті өзімнің жаңағы осы алдыңғы видеоларда айтып кеткендей инвестиция жолын Квестра компаниясынан бастадым. Менің ең басты қателігім өзімнің қаржылық сауатсыздығымның, инвестициялық сауатсыздығымның кесірінен мен ол жердегі платформадағы тапқан бар ақшаны жоғалттым. Қазіргі таңда Квестра компаниясын ірі финансовый пирамида деп, қаржылық пирамида деп танып, қазіргі таңда оның алғашқы осы өзіміздің отанымызға алып келген алғашқы лидерлар деп айтуға болады, көшбасшыларды жаңағы түрмеге қамап, оның алғашқы Кенесары мырза даже о дүниелік болып кетті. Жатқан жер жаннатты болсын, негізі Кенесары мырза өте жақсы адам еді. Ол негізі адамдардың ақшасын қолдарынан тартып алып апарып Квестраға салғызған жоқ. Әр адам өзінің миымен барып салды, солар сияқты табыс тапқысы келді. Ең бастысы, бірақ енді адам деген не дейді, жадный деп айтамыз ғой, өзі жаңағы солар сияқты табыс таппай қалды, үйін машинасын сатып салып тастады. Сөйтті де біреуді кінәлау керек болды да, как раз соларды кінәлап бәрін түрмеге тығып тастады. Бұның бәрін сіздерге не үшін айтып отырмын? Бірінші кезекте сіз өзіңіздің ақшаңызды көбейткіңіз келсе, крайний адам іздеп жүрмей, крайний адам деген өздеріңіз білесіздер ғой, ең бизнеске шақырған сенің кесірінен мен ақшаны жоғалттым деп бір кінәлі адам іздемей, бірінші кезекте бизнес бастағыңыз келсе, өзіңіздің жаңа кредитке құятын ақшаңыз емес, тамаққа жұмсайтын ақшаңыз емес, өзіңіздің жинақтайтын ақшаңызды салып бастасаңыз болады. Енді біздің қазақтар өзінің жинақтайтын ақшасы жоқ, оны білемін, себебі өзім де сондай адамға жатамын. Бірінші кезекте тапқан табысыңызды 10%-ін кәдімгідей жинақтаңыз деп айтқым келеді. Неге? Себебі жаңағы 10%-ін сіз алып қойып өзіңізге капитал ретінде жинақтамасаңыз, айлығыңызды алып өзіңіздің кредитіңізге беріп, жаңағы коммунальный төлеп, жаңағы тамағыңызды алып, тойыңызға барып, пойыңызға барып деген сияқты барып есептеп кеп келген кезде сізге жинақтайтын ақша болмай да қалады. Ал енді ол не үшін маңызды? Бірінші, алла салысымен 10% жинақтаған, себебі сіз ол ақшаны жаңағы капитал ретінде өзіңіздің енді жақсылығыңызға деп айтайыншы, жақсылығыңызға жинақтайтын боласыз. Сондықтан бірінші кезекте өзіңізді қаржылық сауаттылыққа бейімдей отырып, өзіңіздің кірісіңізді міндетті түрде жазып отырыңыз, одан кейін шығысыңызды жазып отырыңыз. Сөйтіп өзіңіздің шығысыңыз, мысалы сіз сол шығысты жасамағанда сіздің жаңағы ол міндетті түрде жасалынатын шығыс па, жоқ әлде оны үнемдеуге бола ма деген сияқты. Сондықтан үнемдей отырып, енді 90-шы жылғы жастар болсаңыздар міндетті түрде білесіздер, біз уақытысында СССР-дан кейінгі дағдарыстан біз үнемдеу арқылы шықтық. Тура сол сияқты қазіргі таңда мынау бүкіл әлемдік кризис, дағдарыс как раз сол үнемдеудің керек екенін есімізге салып отыр. Қазір бүйтіп адамдарға қарап отырсаң, күніге той жасаған бір адам таңғалам, шынымды айтайын, себебі біздің көз алдымызда не деген қымбатшылық жүріп жатыр, адамдар әлі той тойлап жүр да, әлі сол баяғы сансыз киіттерін, жаңағы сапасыз киіттерін беріп деген сияқты. Соның барлығын не керегі бар? Одан да өздеріңізге капитал жинақтаңыздар. Капитал жинақтаңыздар деп неге айтып жатырмын? Себебі жылдан жылға бюджетке ақша түсу кеміп бара жатыр. Банктерді өздеріңіз білесіздер, жаңағы адамдар бұрынғыдай банкке деген сенімі күннен күнге жоғалып жатыр. Жоғалғаннан бірінші инфляция, девальвация деген ауруға шалдап жатыр. Сондықтан сіз қазір бір жерде жұмыс жасап жүрген болсаңыз, міндетті түрде онлайн площадкадан табыс табатын мүмкіндіктерді ізденіп, өзіңіздің, мысалы, осы видео сіздің алдыңызға барып қалса, сіз бұл видеоны біреу отырып алып, мені өзінің лохотронмен пирамидасын шақырып жатыр деп түсінбей, мүмкін бұл сізге жіберіп жатырған Алла тағаламның өзіңізге деген қайғы шығар деп бір сәт ойланып, әрекет жасап, бұл ел жұрт не үшін экранның ар жағында отырып алып бізге ақыл үйретіп отыр. Мен ешкімге ақыл үйретіп отырған жоқпын. Просто өзімнің басымнан өткен жағдайларды сіздердің бастарыңыздан өтпесін. Дәл қазір сіз бір жерде жұмыс жасап ақша тауып отырған болсаңыз, өзіңіздің капиталыңызды жинақтауға әрекет жасаңыз. Себебі уақытысында сондай жұмысты мен де істедім, бірақ біз капитал жинақтауды білмедік. Себебі оның барлығы біздің қаржылық
инвестициялық сауатсыздығымыздың өте төмен дәрежеде екенінен болғаннан кейін мен сіздерге осы видеоны түсіріп осылай жаңағы экранға сөйлеп осылай YouTube арқылы жаңағы жүктейін деп отырмын. Сондықтан сіз өзіңіздің капиталыңызды жинақтағыңыз келсе, бірінші кезекте өзіңіздің үйіңізге алып келген табысыңыздың 10%-ын жинақтап, одан кейін интернет арқылы долларда табыс тапқыңыз келе ме, криптовалютада табыс тапқыңыз келе ме? Қазіргі таңда бізде онлайн площадкалар, онлайн алаңдар өте көп. Сіз егер шетелдік компанияға салғыңыз келмесе, салмай қойыңыз шетелдік компанияға, өзіміздің отандық компанияларға салыңыз. Мысалы, егер сіздің үй алғыңыз келсе, бізде рассрочка, бөліп төлеу арқылы үй алатын бағыттар бар. Оның барлығымен өздеріңізбен болашақта видео түсіріп бөлісетін боламын. Егер сіз осы каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Енді, құрметті отандастар, экранның ар жағындағы отырған отандастар, мен дәл қазір сіздерге интернет арқылы өзім жаңағы табыс табамын деп электронды кошелектарды, цифрлы кошелектарды қалай үйренгенімді, биржа деген не, осының барлығын болашақта сіздерге жеткізетін боламын. Енді кезекті видеолар мен сіздерге ноутбук арқылы түсіріп, ноутбук арқылы жеткізетін боламын. Прям кабинеттерге кіріп, көрсетіп деген сияқты. Сондықтан керекті маңызды ақпарат алғыларыңыз келсе, міндетті түрде өздеріңіз сияқты жаңағы табысын тапқысы келіп, кішкентай ақшасын үлкен ақшаға айландырғысы келіп жүрген адамдарға осы видеомен бөлісе отырып, барлығымыз өзіміздің кірген дағдарысымыздан өзіміз шығу үшін әрекетті өзіміз жасамасақ, бізді ешкім қолымыздан жетектеп жасамайтынын, өзіңіз әрекет жасап, өзіңіздің шұңқырыңыздан өзіңіз шықпасаңыз, ешкім келіп сізді шұңқырдан тартпайтынын айтқым келеді. Сондықтан, құрметті экранның ар жағында отырған замандастар, біздің мақсатымыз өзіміз капитал жинақтау, плюс еще өзіміздің артымыздағы өсіп келе жатқан ұрпағымызға сондай мүмкіндікті көрсету. Келесі кезекті видеоны күтіңіздер, міндетті түрде. Өзім сияқты жаңағы замандастарыма өздерінің болашақ зейнетақысын қалай жинақтау керек екенін, өзінің болашақ жаңағы шыбықтарын қалай егу керек екенін, оны қалай шыбықты көгеру үшін қалай суғару керек екенін, осының барлығымен сіздермен болашақта бөлісетін боламын. Сондықтан керекті кезекті ақпаратты жіберіп алмау мақсатында міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.